Арқымбаев Арман Тоқтасынұлы болам. Осы Алатау қаласы Еңбек ықшамауданындағы нөмір 7 жайлы мектептің директорының міндетін атқарушы болып жұмысқа тағайындалдым. Енді біздің мектеп Құдай бұйырса дүйсенбі күні ашылуға дайындалып жатырмыз. Мектебіміз 600 орын оқушыларға арналған. Мектепте балаларға түгел жабдықталған, заманауи. Осыға дейін осы ауылдың балалары, еңбек ауылының балалары бұл жетігендегі 3-ші мектепке тасымалданып оқыған, 5-ші мен 11-ші сынып оқушылары. Ал осы еңбек ықшамауданында өзі бастауыш мектебі бар, кішкентай бір қабатты. Бұл жерде 1 мен 4 сыныптар сол жерде білім алды, 3 ауысымда. Үлкен сыныптар сол жетігенде 3-ші мектеп, орта мектебінде тасымалданып білім алып отырған осы уақытқа дейін. Енді бұйырса осы мектепте үйірмелердің бәрі ашылады. Бокс үйірмесі, волейбол үйірмесі, домбыра үйірмесі, би үйірмесі. Енді бұйырса робототехника үйірмесін ашуға ниеттеліп отырмыз. Балалар енді шет жаққа барып әуре болмайды. Осы мектептің ішінде түске дейін бір ауысымда оқиды, түстен кейін сол үйірмелерге балалар қатысып үйренеді.